апта ішінде Маңғыстауда жұмыссыздар мұнай саласына жұмысқа орналасу талабымен жолды жауып тастағаны туралы 2 рет жаңалық келді. Ал күні кеше мұнайшылар Астанада ереуілге шықты. Баршаға сәлем. Бүгін елдің басты байлық көзі саналатын мұнай саласында болып жатқан даудың себебі мен салдарын талқылаймыз. Сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат, кеттік. Бірер күн бұрын, нақтырақ айтсақ, 10 сәуірде Бер әлі Маңғыстау компаниясының 200-ге жуық жұмыскері Жаңаөзеннен Астанаға келіп, энергетика министрлігінің алдында жиналды. Ереуілдің себебі компанияның Қазмұнайгазға қызмет көрсету бойынша тендерден ұтылып қалуы. Жыл сайын тендер өткізіледі. Мұнайшыларды ұтқан компанияға жұмысқа ауыстырады. Жаңаөзендіктердің айтуынша, бұл жолы жұмысшылар саны 240 болғанымен, компания тек 55 маманға жұмыс орнын ұсынған. Жиналғандар аутсорс шарттардың орнына жұмыскерлерді 3 жылға келісімшартпен жұмысқа алып, әрі еңбек демалысына шығуға мүмкіндік берулерін сұрады. Ереуілге шыққандарға алғашында Астана қаласы Есіл ауданының прокуроры мен еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің төрағасы шыққан. Бірақ жиналғандар келіссөз жүргізу тобына энергетика министрлігінің мүшелері, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі және Қазмұнайгаздың енуін талап етті. Энергетика министрі Сатқалиев мұнайшылар алдымен нақты талаптарын ұсыну керек деп отыр. Келіссөздер нәтижесінде жұмыскерлерге Айбиз және Кезби компанияларына еңбек ақысын сақтай отырып жұмыс орнын ұсынды. Бірақ олар тек Өзенмұнайгазға баратындарын айтып, аталған ұсынысынан бас тартты. Ал бұл компанияға оларды жұмысқа қайта алу бүгінде заң аясында мүмкін емес. Жиналған наразы жұмыскерлер көп ұзамай қамауға алынды. Полиция бейбіт жиындар туралы заңды бұзуларына байланысты ұсталғандарын хабарлады. Астанада мұнайшылар қамауға алынғанын естіген жаңаөзендіктер өз қаласына шыға бастады. Белсенді Мұрат Жұмағалиевтің айтуынша, кешке қала көшелеріне 2000-ға жуық адам шыққан. Түнде Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев пен Жаңаөзен қаласының әкімі Айбек Қосуақов тұрғындарға үндеу жасады. Арандатушылардың артынан ермеуге шақырды. Бүгінде жаңаөзендіктер елге қайтып, Астанада тек 10 мұнайшы қалып, келіссөздерді жалғастыратынын айтты. Кетті. Жаңаөзен кетті. Саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың айтуынша, жиналғандарды ереуілге шыққандар деп емес, тендерден ұтылып қалған сервистік компания қызметкерлері деп атау керек. Оған қоса, алдында Маңғыстау ауылдарының бірінің тұрғындары бұрын келісілген квотаға қарамастан оларды сол жерге жұмысқа алуды талап еткен. Жалпы Маңғыстауда ең көп тараған алаяқтық осы Өзенмұнайгазға жұмысқа тұру үшін жергілікті тұрғындардың алаяқтарға миллиондап ақша төлейтінін ескерсек, бұл талаптарды түсінуге болады. Сонымен қатар саясаттанушы 2011 және 2012 жылдарда болған оқиғаны еске түсірсек, мұнайшылар наразылықтарын эмоционалды емес, сыни тұрғыда қабылдау дұрыс екен деп қорытындылады. Саясаттанушы Ғазиз Әбішевтің ойынша, бұл жұмыскерлерді қайта бейімдеу курстарынан, яғни қажетті мамандықтар бойынша оқыту, өзін және отбасын баспанамен және тұрақты жұмыспен қамтып, еңбек тамшылығы бар өңірлерге жіберуге болады. Өйткені батыстың бірқатар аудандарында мұнай бұрынғы өсімді бермейді, демография төмен. Бұл өңірде адамдарды жақсы еңбек ақымен әрі тұрақты жұмыспен қамту мүмкін болмай жатыр. Есесіне солтүстік өңірде экономикаға да, әлеуметтік саяси салаға да септерін тигізер еді. Енді бір сарапшы, саясаттанушы Талғат Қалиевтің айтуынша, елде бұл мәселеде саяси реңк мүлдем болмаған. Белгілі бір компанияның мүддесі үшін жасалған дүние. Мемлекет тарапынан бұл жерде мемлекеттік сатып алулар заңын қайта қарастыру керек деді. Яғни сатып алулар нақты тетікпен жұмыс жасап, әрі барынша ашық болса ғана бұндай жағдайларын алдын алуға болады. Саясаттанушы Марат Шибутов бұл жағдайда мәселе шыққан жұмыскерлер емес, оларды жіберіп отырған компания басшылығымен шешілу керек. Басшылық әдетінше жауапқа тартылмай тек әкімдікті қыса беретін болса, өңірден Астанаға халықты арандатып жіберу практикасы жалғасын таппақ деді. Маңғыстаудағы жұмыссыздық жайына тоқталсақ, 11 сәуірде Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары Жұмабай Қарағаев қазіргі уақытта өңірде жалпы инвестиция сомасы 3,16 триллион теңгені құрайтын 3 инвестициялық жоба дайындалып жатыр деді. Бұл жерде басты мәселе аталған жобалар құрылыс кезеңінде 4000 тұрақты жұмыс орнын және 9000 жұмыс орнын ашады. Солардың бірі Қаламқас, Теңіз, Хазар Әуезов кен орындарын игеру. 2023 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі мен Қазмұнайгаз арасында жүргізілген келіссөздердің қорытындысы бойынша жалпы қоры 81 миллион тонна мұнайды құрайтын кен орындарын игеруге жақсартылған модельдік келісімшартқа қол қойылды. Жобаға 6 миллиард доллар тікелей инвестиция тартылатын болады. Жобаны ұйымдастырудың бастапқы кезеңінде 2000 жұмыс орны құрылады. Өндіріс 2028 жылы басталып, жылына 4 миллион тонна мұнай өндіреді деп күтілуде.
Ол бір. Екіншісі полипропилен өндірісімен байланысты. Облыс әкімдігі әлеуетті инвесторлармен полипропилен өндіретін жаңа зауыт құру мәселесін пысықтау бойынша келіссөздер жүргізуде. Жаңа полипропилен қондырғысының құрылысы жобасын іске асыру жөніндегі мәселені зерделеу жұмыстары басталды. Келіссөздер оң нәтиже берген жағдайда зауыттың іске қосылуы 2026 жылы 1 миллиард ақш долларын құрайды деп күтілуде. Құрылысқа 3000-ға дейін адам тартылады, ал объектіні пайдалануға бергеннен кейін 800 тұрақты жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда. Және үшіншісі 980 миллион доллар тартумен металлургия зауытының құрылысы. Жобаны түрік компаниясы бастап, оны жүзеге асыру мәселелерін зерттей бастады. Оны іске асыру үшін Ақтау теңіз порты аумағы қаралады. Келіссөздердің оң нәтижесіне 2026 жылдың бірінші кезеңінде іске қосылады деп күтілуде. Жаңа зауыт 2500 адамды жұмысқа орналастыруға мүмкіндік береді, ал оның құрылысы кезінде 6000 адам жұмыспен қамтылады деп жоспарлануда. Қарағаев мырзаның тәжірибесін ескерсек, өңірдегі жұмыссыздық мәселесі алдағы уақытта шешіліп, халық өз қалауына жетеді деп сенеміз. Қысқасы, жұмысшыларға бірнеше ұсыныс келтірілгенімен, олар ешқайсын қабылдамай отыр. Олар тек өздері қалаған еңбек ақыны, өздері қалаған жұмыс орнын және өздері қалаған шартпен жұмысқа қабылдануын талап етіп отыр. Бүгінде келіссөздер жалғасын табуда. Жұмыскерлер мемлекеттің қай ұсынысын қабыл алып, мәселе қалайша шешілетінін жақын арада білетін боламыз. Тақырып бойынша қосар ойларыңыз болса, комментарий қалдыра отырыңыз. Келесі кездескенше.